егер бай қаржылық тәуелсіз өмір сүргіңіз келсе, алдыменен кішкентай нәрседен бастаңыздар. Сапалы, жақсы, качественный дейді ғой, іш киім алудан бастаңыздар, нәскиден алуды бастаңыздар, кішігірім заттардан қымбатын алуға тырысыңыздар, сапалы, жақсысын алуға тырысыңыздар. Солай кішкентай нәрседен бастап өзіңізді үлкен ақшаларға үйретесіздер. Бастапқыда қиын болуы мүмкін, жаңағы ақшасына қарап алғыңыз келмейді деген сияқты, бірақ сіз бірінші өзіңізге қиюыңыз керек. Өзіңізге қимасаңыз, өмірде сізге қимайды. Сол үшін бірінші өзімізді үйретуіміз керек. Сонда ғана өмірімізге үлкен ақшалар келеді. Продукт алған кезде де жақсысын, сапалысын алуға тырысыңыздар. Арзан сүт емес, жаңағы қымбатырағын алыңыздар. Сүттің өзін, жаңағы дәмдісін алыңыздар, қымбатырағын алыңыздар. Продуктіден де бастаңыздар. Сөйтіп өзіңіз санаңыз солай үйретесіз. Ол сізге норма болу керек. Норма болған кезде ғана өміріңізге ол келеді. Анау қымбат, мынау қымбат деп арзанға қарай жүгіре берсеңіздер, өмір бойы осылай арзан зат алып жүре бересіздер. Бай, қаржылық тәуелсіз, көп ақша тапқыңыз келсе, көп ақша алғыңыз келсе, әлемнің әдемілігін көріп шетелде жүргіңіз келсе, бірінші осындай кішкентай нәрседен өзіңіз үйретіп бастауыңыз керек. Қымбат, арзан деген сөздерді жиі айтпауыңыз керек. Барынша ол сөзді қолдамауға тырысыңыздар. Келіп қалды ма, жаңағыдай ол сөзді алмастыруға тырысыңыздар. Бастапқыда енді бірден болмайды, солай жаймендеп үйрете бересіздер. Санаңыз жаймендеп үйренеді. Негізі айтады ғой, 3 күнде де адам жаңағы жаңа нәрсеге бағытталады, жаңа нәрсеге үйренеді деп үйрете беріңіз.